Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа қатысушылар. Сіздердің назарларыңызға барлық мамандықтарға арналған физика 1 курсы. Біз 6-шы модульді қарастырып жатырмыз. 6-шы модульдің дәрісінің тақырыбы термодинамика. Біз осының алдында жоспар бойынша термодинамиканың бірінші бастамасын қарастырып, оның ішіндегі процестерді қарастырып бастадық. Изобаралық процесті қарастыруға келіп тоқтадық. Изобаралық процесс тұрақты қысымда өтетін процесс. Изобаралық үдерісте жұмыс А тең P V минус V1 M бөлінген μ R дельта Т-ға тең екен. Мұндағы V1 және V2 газдың бастапқы және соңғы көлемі, изобаралық процестегі берілетін жылу мөлшері dQ тең Cp dt немесе дельта Q тең Cp T2 минус T1 тең M μ R дельта T жақша ішінде I бөлінген 2 плюс 1. Изобаралық үдерістегі ішкі энергияның өзгеруі du тең Cv dt немесе дельта U тең Cv T2 минус T1 тең I бөлінген 2 M бөлінген μ R дельта T. Изобаралық үдерістегі жылу сыйымдылығы Cp тең M бөлінген μ гамма R бөлінген гамма минус 1 тең M бөлінген μ dQ бөлінген dt. Изотермиялық процесс. Изотермиялық процесс тұрақты температурада өтетін процесс. Изотермиялық үдерістегі газдың жұмысы dA тең P dV немесе А тең M бөлінген μ RT логарифм V бөлінген V2 бөлінген V1 тең M бөлінген μ RT логарифм P2 бөлінген P1. Изотермиялық процесте берілген жылу мөлшері dQ тең dA және Q тең A-ға тең екен. Изотермиялық үдерістегі ішкі энергияның өзгеруі мынаған тең du тең 0 және U тең 0. Политропты процесс дегеніміз не? Политропты процесс жылу сыйымдылығынан басқа барлық негізгі процестер өзгеретін процесс. Политропты процестің теңдеуі P ол политроптың көрсеткіші, N PVN константа немесе PVN константа TV N-1 тең константа, яғни тұрақты болады екен. Изобаралық процесте P тең константа, N тең 0, C тең гамма R бөлінген гамма минус 1, гамма CV тең CP. Изотермиялық процесте T тең константа, N тең 1, CT тең плюс-минус шексіздік. Изохоралық процесс V тең константа, N тең плюс-минус шексіздік, CV тең R бөлінген гамма минус 1, адиабаталық процесс дельта Q тең 0, N тең гамма CAD тең 0. Политропты үдерістегі жұмыс А тең P1 V1 бөлінген N-1, 1 минус V1 бөлінген V2 N-1 дәрежесінде екен. Айналмалы процестер жылу машиналарын қарастырайық. Термодинамикалық циклдер жылуды механикалық жұмысты айналдыру үшін, сондай-ақ жылуды салқын денеден алу және оны механикалық жұмыстың көмегімен ыстық салқындатуға денеге беру үшін нақты жылу мөлшерлерінде машиналарында болатын процестердің модельдері болып табылады.
Жылу энергиясының механикалық жұмысқа, жылу қозғалтқышына немесе механикалық жұмысқа жылу тоңазытқыш түрлендіретін құрылғы жұмыс денесінің ішкі энергиясының өзгеруін әдетте бу немесе газ іс жүзінде жүзеге асады. Мінсіз жылу машинасы дегеніміз ол атқарылған жұмыспен оған берілген жылу мөлшері арасындағы айырмашылық өзара тең болатын машина. Идеал машинаның жұмысы Карно циклімен сипатталады. Айналмалы процесс циклі дегеніміз бұл процесс нәтижесінде термодинамиканың дене бастапқы күйге оралуы. Тікелей цикл дегеніміз цикл кезінде оң жұмыс жасалады. 7-ші суреттен көре аламыз. dA тең интеграл pdv үлкен 0-ден. Кері цикл дегеніміз не? Кері цикл кезінде теріс жұмыс жасалады, яғни 8-ші суреттен көре аламыз. dA тең интеграл pdv кіші болады 0-ден. Жылу машинасы дегеніміз не? Жылу машинасы сырттан алынатын жылу есебінен жұмыс істейтін, мезгілді жұмыс істейтін қозғалтқыш. Жылу машинасының міндетті бөлшектеріне 9-ші суреттен көре аламыз. Қыздырғыш энергия көзі, суытқыш, жұмыс денесі, яғни газ бу жатады екен. Біз осы дәрісті осы жылу машинасымен аяқтаймыз. Яғни біз бүгін изопроцестерді қарастырып өттік. Изобаралық процесс, политропты процесс, оның теңдеуін және ондағы жұмыс неге тең екен және жылу машиналарын қарастырып бастадық. Мінсіз жылу машинасын айналмалы процесс, тікелей цикл, кері цикл қарастырып бастадық. Енді осы келесі сабақта жылу машинасын әрі қарай қарастырып бастаймыз және Карно циклі сияқты тақырыптарды қамтитын боламыз. Осы дәрісте назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше.